Ең алдымен сәбіздің сыртын тазалап, жақсылап жуып, осылай үккіштің ең кішкентай көзінен өткіземіз. 5 жұмыртқаны жарып, үстіне құм шекерді салып, қоюланғанға шейін миксерлейміз. Массамыз көтерілгеннен кейін үстіне сұйық майды құямыз және құрғақ ингредиенттерді араластырып, оны да массамызға салатын боламыз. Одан кейін массамызға барлығын құямыз және де кішкене лимонның қабығын үккіштен өткізіп қосамыз. Барлығын жақсылап араласқанға дейін миксерлейтін боламыз. Ең соңынан сәбізді салып араластырамыз. Одан кейін противеньге пергамент қағазын төсеп, осылай құйып